таныстыңыздар деп ойлаймын. Біздің өзімізде жаңа айтып отқанда қабілетін біразбен таныстық. Қысқаша айтқан кезде керекті нелердің бірі. Енді айта кететін, қоса кететін нәрсе, жалпы қазір таргет деген OLX болсын, қай жерге жарнама жіберсек те, жылдар өткен сайын, заман дамыған сайын, қазір бұрында дүкен аша салып, адам кезекке тұратын толып. Клиенттен проблем болған жоқ. Заман дами сала көптеген кәсіпкерлер ашылып келе жатыр, кәсіпорындар. Қазір бір алушыға 10 беруші. Өздеріңіз де білетін шығарсыздар, қазір бір дүкен ұнамай қалсыншы, бір продавецтің сізге отношениесі ұнамай қалса, сіз бұрыштан бұрылып, 2 қадамнан кейін барып басқа дүкенге кіріп кетесіз. Қазір енді клиентті тартудың жыл сайын қиындай береді. Ертең қазір бір клиент құны 400 теңгеге келсе, сіздерге бір клиентті әкелудің өзіне 400 жұмыс жасаңыздар, заман келеді, бір клиентті әкелудің өзі, клиент қылып жай ғана лид қылып әкелудің өзі 8000 теңгеге дейін баратын заман болады. Өйткені лид деген ол исчерпаемый ресурс, яғни белгілі бір шегі бар. Сіздер хабарласып жүрген адам, барлығы келіп жатқан клиент дегендеріңіз сізге дейін жоқ дегенде 10 вариантты қарап тастады. Сіз сол варианттың бірісіз. Қазір клиентті ұстап алған клиенттермен жұмыс жасау қазіргі заманда өте маңызды. Базамен, өзіңіз айтқандай жаңа базамен жұмыс жасау. Өйткені жаңа клиент әкелу жыл сайын қиындап барады. Жалпы база қымбат мәселе десек. Каспилер қалай көтеріліп кетті? Каспиде база жинап алды, 11 миллион базасын жинап алды. Енді кәсіпкерлер мен тұтынушылардың арасын байластыра қойды да дүкен аша қойды. Банктер. Сол сияқты. Мост десе ортада. Мост құра қойды, ортаға болды. Одан сайын негізі бек бауырымыз көп зат біледі. Өте ақылды жігіттердің бірі, ботаник. Біраз дипломы бар, біраз сертификаты бар. Біраз жерлерден біраз орындар алған, енді айта берсе көп. Ресейде оқып келген. Жалпы IT-ді жақсы білетін, банктермен жұмыс істеген, жалпы көз ашық жігіттердің бірі ғой. Номерін қалдырамыз. Видеомен бөлісе отырыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.